Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Және біз сіздермен соңғы футбол жаңалықтармен бөлісуге дайынбыз. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз: Месси PSG-да қалады, ал Неймар болса MLS-ке кетеді. Реал үлкен катастрофадан аман қалды. Бетис Реал Мадридтің жартылай қорғаушысын сатып алуға дайын. Канте PSG-дан бірнеше миллиондық келісімшарт алғысы келеді. Осы және өзге де футбол жаңалықтары бүгінгі видеода. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. PSG әлі де Серхио Рамостан құтылудың жолын іздеуде. Клубқа жаңа орталық қорғаушы қажет. Басты кандидаттардың бірі Кулибали. PSG трансферге ақша салуға дайын. Бірақ бұл трансферді жүзеге асыру қиын болады. Сенегалдық Наполи президентінің сүйікті ойыншыларының бірі. Орталық қорғаушы 60 миллион евроға бағаланып отыр. Хосеп Гвардиола Мадридтік клубпен қарымта ойын туралы айтты. Жаттықтырушы Реалмен әрқашан жақсы нәтижеге жету мүмкін емес екендігін түсіндірді. Бұл ретте ойын сапасына жоғары баға берді. Бір қызық болды. Біз үлкен есеппен жеңгіміз келді. Бірақ 4-3 есебі жақсы нәтиже. Реал Мадридтің шабуылында керемет қару бар. Жаттықтырушы мұндай ойын өрнегін көргенде Чемпиондар Лигасының жартылай финалы болса да, нәтиже екінші орында қалады. 8-0 есебі жақсырақ болар еді. Егер Юпитер не Марста болғанда бұлай болуы мүмкін еді. Бірақ Реал Мадридпен бұндай нәтижеге жету өте қиын, деп жеткізді журналист Альфредо Педула Гвардиоланың сөзін. Антони Канте Пари Сен-Жерменге қаржылық талаптар қойды. Итальяндық маман жылына 30 миллион евро жалақы алғысы келеді. Тоттенхемде Канте 17 миллион евро алатын еді. Бұған дейін Кантенің PSG-дағы трансферлік жұмыстарын толығымен бақылауды қалайтындығын және өз қызметкерлерін клубқа алып келетіндігі айтылған. The Telegraph Пол Погбаға әлі ресми ұсыныстар түспегенін айтады. Қаңтардан бастап ол басқа клубтармен келіссөздер жүргізе алады. Бірақ қызыл сойқандармен маусымның соңына дейін ойнап, ал жазда түпкілікті шешім қабылдауға көңіл бөлгісі келеді. Өздеріңіз білетіндей, ағымдағы маусым аяқталғаннан кейін Пол Погба қызығушылық танытқан клубтармен келіссөздерді бастайды. Барселона, Реал Мадрид және Ювентус ойыншы осы клубтармен келіссөздер жүргізуді жоспарлап отыр. Пауло өз таңдауын жасамас бұрын барлық ұсыныстарды тыңдайды деп күтілуде. Ромело Лукакудың ақсүйектер лагеріндегі орны әлі белгісіз. Челси ойыншыға Томас Тухелдің басшылығымен маусымды толықтай пайдасын тигізеді деп сенеді. Ромело Челсидің өткен жылғы жаңа маусымға дайындығына қатысқан жоқ. Лукакудың өзі Челсидегі болашағына күмәнді. Ол бұл мәселе бойынша клубпен келіссөздер жүргізеді деп күтілуде. Монаконың жартылай қорғаушысы Сеск Фабрегас маусым соңында мансабын аяқтауы мүмкін. Бұл туралы Get France Football News хабарлайды. Испандық Монакодағы орнынан айырылды. Осы маусымда негізгі құрамда ол бар болғаны 5 матч өткізді. Оның соңғысы 16 қыркүйекте болды. Бұған дейін Фабрегас Монако сапында қосалқы құрамда ойнаған, бірақ жақында жарақат алды. Сондықтан ол осы маусымда бұдан былай ойнай алмайды. 34 жастағы жартылай қорғаушының Монакомен келісімшарты осы маусымның соңында аяқталады. Клуб ойыншыға жаңа келісімшарт ұсынуды жоспарлап отырған жоқ. Осы факторлардың барлығын біріктіріп, Фабрегас маусым аяқталғанда өзінің мансабын аяқтау мүмкін деген болжам бар. Марка басылымының хабарлауынша, Реал Бетис жазғы трансфер терезесінде жартылай қорғаушы Исконы сатып алуға тырысады. Севильялық клуб 2 жылға ойыншыны сатып алуға дайын. Бетис бас бапкері Мануэл Пелегрин Исконы командада көргісі келеді. Өйткені ол оны Малагадағы ойынымен жақсы таныс. Енді басты жаңалықтарға кезек берсек, Sky Sport хабарлауынша 34 жастағы аргентиналық міндетті түрде командада қалып, келесі маусымды Парижде өткізеді. Бұл ретте париждіктер лайықты ұсыныс түссе, 30 жастағы Неймарды сатуға дайын. Бұл шешімді президент Насыр Әл-Халефи өзі қабылдады. PSG Неймарды 90 миллион евродан аз бағаға сатпайды. 2017 жылы футболшы 222 миллион евроға сатып алынған. Шабуылшының қазіргі келісімшарты 2025 жылға дейін. Неймардың мансабын жалғастыру мүмкін орындардың бірі MLS екендігін хабарланды. Оның өзі де ақшта бағын сынап көргісі келетіндігін бірнеше рет айтқан. Мәселенің бәрі ойыншының жалақысына байланысты. Ол шамамен 50 миллион евроны құрайды. Бұған дейін баспасөзде PSG-дан міндетті түрде кететін 4 ойыншының тізімі жарияланған болатын. Атап айтқанда Ди Мария, Дракслер, Икарди және Курзава міндетті түрде клубтан кетеді. PSG құрамды толықтай қайтадан құруды жоспарлап отыр. Сондай-ақ PSG енді Джанлуджи Донаруманы ренжітпей, оған бірінші номерді беруге шешім қабылдады. Италияндық келесі маусымда бірінші нөмірде алады. Ал қазір бірінші нөмірде ойнап жүрген Кейлор Навас клубтан кетеді. Шешімді клуб басшылары қабылдады. PSG осы маусымда Лига 1-ді үлкен есеппен ұтты. Бірақ Чемпиондар Лигасында тағы да сәтсіздікке ұшырады. Клуб Франция кубогының финалына да шыға алмады.
Чемпиондар лигасының бірінші жартылай финалында 7 гол соғылған ғажайып футболды көрдік. Ал оған дейін плей-оффта Манчестер Сити өзіне 1-1 гол соқтырмаған еді. Манчестер Сити машина. Бұл Реалмен өткен матчтың 2-ші минутында ақ Кевин Де Брюйне өзінің голымен дәлелдеді. Сити тамаша жұмыс істеді және бірінші таймда кем дегенде 3 гол соғуы керек еді. Ал екіншісінде тағы да 3 гол. Бірақ ағылшын алыбы 4-3 есебімен Сантьяго Бернабеудегі азаппен финалға шығудың бұлыңғыр болашағына ие болды. Бұл матч Реал Мадридтің тәжірибесіне таң қалудың тағы бір себебі болды. Немесе бірнеше жыл қатарынан плей-офф ойындарында аномальды түрде жолы болмаған Манчестер Ситидің Чемпиондар лигасының қарғысы туралы айтудың тағы бір мүмкіндігі. Манчестер Сити Гвардиоланың авторлық жобасы екенін бәріміз білеміз. Бұл жобада тіпті Де Брюйнеде допсыз ерігіп жүруге мүмкіндік жоқ. Ман Сити бұл өте жоғары жылдамдықты дамыта алатын және ең қиын бұрылыстардан қиналмай өтетін тамаша теңдесі жоқ көлік. Бірақ кез келген көліктің қозғалыс сапасы ондағы бөлшектердің күйіне тікелей байланысты. Яғни ойыншыларға. Реалмен ойын алдында Гвардиола оң қапталдағы қорғаушының мәселесін шешуі керек болды. Негізгі құрамда оң қапталда ойнайтын Кайл Уокер жарақатынан айығып үлгермеді. Оның осы позицияда алмастыра алатын Жау Кансело ойыннан шектетілген. Пеп сол қапталға номиналды қорғаушы Джон Стоунсты шығаруға мәжбүр болды. Эксперимент сәтсіз аяқталды. Ағылшын командалық ойыннан шығып, Ферлан Мендиге Бенземаның бірінші голына нәтижелік пас беруге мүмкіндік беріп қойды. Пептің реакциясы бірден көрінді. 2 минуттан кейін Стоунсты жақында ғана 37-ге толған қорғаныстағы жартылай қорғаушы Фернандиноны ауыстырды. Фернандино да сол қапталда ойнауға мәжбүр болды. Алғашында Пеп ауыстыратын ойыншыны дұрыс тапқандай көрінді. 53-ші минутта бразилиялық Фил Фоденге тамаша пас берді. Бірақ 2 минуттан кейін сол позицияда ойнап көрмеген ойыншымен тесікті жамау немен аяқталатыны белгілі болды. Винисиус турбо режимді қосып, екінші голды соғу үшін баяу бразилиялықты шаң қаптырды. Нәтиже: проблемалық позицияны жапқан ойыншылардың қатарынан 2 гол. Теориялық тұрғыда Зинченко оң қапталда ойнай алар еді. Ал қорғаныстың сол қапталында тамаша дене бітімі мен шабуылдағы әуелеті бар қуатты спортшы Бенджамин Менди жабатын. Бірақ өкінішке орай ол тергеуде және бірнеше ай бұрын кепілмен түрмеден босатылған. Қарымта ойында Гвардиолада бұдан былай мұндай мәселелер болмайды. Уокерде Канселода міндетті түрде ойынға қатысады. Бірақ бұл жолы Ситиге Реалдың үйінде ойнауға тура келеді және Реалдан күтпеген жерден келетін тосын сыйлар да бар. Біз келесі ойынды күтетін боламыз. Бұл ойын көлік қанша мықты болса да бір бөлшегі істен шықса, бұрылыста сәтсіздікке ұшырайтынын дәлелдеді. Чемпиондар лигасының жартылай финалында Ливерпуль өз алаңында Вильярреалды жеңді. Қызылдар Вильярреал қақпасын 2 рет дәл көздеді. Ливерпуль екінші таймның басында есеп ашты. Джордан Хендерсон алаңның оң жақ шетінен айып алаңына допты көтерді. Бірақ доп Эстепулянға тиіп, рикошетпен Руилдің қақпасында табылды. Біраз уақыттан кейін Ливерпуль тағы да 1 гол соқты. Салах айып алаңының ортасынан төмен пас берді. Ал Садио Мане қақпаның әлсіз жерін дәл көздеді. Кездесудің 64-ші минутында Робертсон Тренттің керемет пасынан кейін гол соққан болатын. Бірақ офсайдта қалып гол есептелмеді. Вильярреал Алисонның қақпасынан саңылау таба алмады. Жалпы ойында алғанда Вильярреал шабуылды қойып барынша қорғануға тырысты. Бірақ бұнысымен олар қарымта ойын алдында өз жағдайларын айтарлықтай қиындатып жіберді. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмәм. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.